Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын духовкада пісіретін нанның рецептерімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз сүтімізді, жылы суымызды, қантымызды жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Содан кейін сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майды соңынан азырақ алып қалыңыздар. Оны біз қамыр елеп болғаннан кейін қамырдың сыртына жағатын боламыз. Енді қамыр ашытатын жеке ыдыс алып, дрожбен ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бағанағы сұйық массаны қосып, жұмсақ қамыр елеп шығамыз. Міне біз қамырымызды елеп болдық. Енді жаңағы сұйық майымызды сыртынан құйып, қамырымызды жақсылап тағы да елеп алатын боламыз. Міне енді осы қамырымызды бетін жауып, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Бізде 1,5 сағат уақыт өтті. Енді қамырымызбен алып жұмыс жасаймыз. Сіздер таразы арқылы әр күлшені өлшеп кессеңіздер болады. Мен көз мөлшерінен 6 бөлікке бөліп шықтым. Енді осы қамырларымызды пергамент қағазымызға орналастырып, тағы да 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз жақсы көтеріліп, одан әрі жұмсақ бола түседі. Міне арада 15 минут уақытымыз өтті. Қамырымыздың бетін осылай вилкамен кесіп шығамыз. Содан кейін бетіне сүт жақтым және күнжіт септім. Сіздер бетіне жұмыртқа жақсаңыздар, сап-сары өте әдемі болып шығады. Бұл нандар барлығы толық желініп біткенше жұмсақ күйінде сақталады. Егер сіз бұл рецептпен жасайтын болсаңыз, міндетті түрде осы рецептке ғашық боласыз. Осымен мен нандарымды түгел пісіріп алдым. Сіз де жасап көріңіз, жақындарыңызды қуантыңыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Тағамдар каналы.